Сәлем құрметті достар. Бүгінгі видеода телефонымыздағы кейбір керексіз файлдарды өшіру арқылы телефон памятін 10 гигабайтқа дейін азайтудың жолын көрсететін боламын. Ол әрине өте оңай, тек көрсетілгендерді қайталасаңыздар болғаны. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар. Ол әрине біз үшін үлкен бір мотивация. Содан соң сіздерге тағы да пайдалы болатын телефон жайлы ақпараттарды түсіретін боламын. Ал құрметті достар, сіздерге қазір бірінші керек болатын приложение, ол мына бір Total Commander деген приложение керек болады. Play Market'тен жүктеп алыңыздар, телефонға настройкасын істеп алыңыздар. Ол оңай, разрешить, окейді басып отырсаңыздар, өз автоматически установить етіледі. Проводник деген приложение өзіміздің телефонда родной приложениесі болады. Бір телефондарда бұл мой файлы деп жазылып тұруы мүмкін. Осыған кірсеңіздер, бізде барлық файлды көре аламыз телефоннан. Жоғарыда тұрған файлды бассаңыздар, міне барлық файлдарды көрсетіп отырады бізге. Осы жерге біз қазір қолданатын трэш сөзін жазамыз, ағылшыншалап. Ол яғни аударғанда мусор деген мағынаны береді, немесе қоқыс. Мінекей қоқыс файлдар менде жоқ. Бұны бұл приложение арқылы яғни көрсетпейді. Бізге ол үшін жаңағы айтып өткен Total Commander приложениесі қажет болады. Міне осыған кірсеңіздер, бірінші кезекте бұл жоғары жағында 3 точка тұр. Соны басып, настройканы басып, скрытые файлы деген жерде птичканың тұрғанына көз жеткізіңіздер. Сол кезде бізге барлық файлдарды көрсететін болады. Міне внутренний общий накопительге кіресіздер. Жоғарыда поиск деген жерге кіріп, мына бір звездочка тұрады, оны өшіресіздер. Сосын жаңағы айтқан трэш сөзін жазамыз, ағылшыншалап. Мусор яғни. Міне қараңыздар, маған қазір мусор файлдардың барлығын шығарып береді. Міне менде 9 файл деп тұр. Негізі менде өте көп болатын бұл жерде. Міне қараңыздар, менде 9 файл деп тұр. Мен өткені жаңағына бұның біразын тазалап өткен болатынмын. Сондықтан менде аз көрсетіп тұр. Сіздерді көрсеңіздер болады, сіздерден мейлінше көп көрсетеді. Міне папканың тұсын бір бассаңыздар, птичка ұрылады. Сосын ең астына түсіп, мына птичканы басып, выделитті бассаңыздар, барлығына птичка ұрылып, выделить етіліп шығады. Сонда кез келгеннің үстінен басып, свойство выделенныйға кірсеңіздер, міне 490 мегабайт менде мусор бар екен. Менде алдында мен көргенде дәл осы жерден 8 гигабайт деп тұрған. Сіздерден де солай гигабайтпен де көрсетуі әбден мүмкін. Мен тазалап өткенмін, сондықтан менде аз көрсетіп тұр. Бұл мусор қайдан келуі мүмкін деген сұрақ келеді. Міне қарасаңыздар, міне WhatsApp деген папкалерді көрсетіп отыр. Яғни сіз WhatsApp'тан біреудің профилін ашып көресіз, суреті ашылады сізге, немесе историясын көресіз. Суреті ашылады, сол кезде азғантай бөлікте миниатюра дейміз бе, қалай бір азғантай бөлігі миниатюрасы сақталып қалады негіз телефонда. Ол галереяда көрінбейді сіздерге. Міне солардың барлығы мусор болып осындай папкалерде жиналып тұрады. Қазір біз бұны өшіріп көреміз. Бірінші кезекте біз қазір настройкаға кіріп көріп өтейік, память телефонымыз қанша болып тұрған. Міне 56-да 2 деп тұр. Біз қазір мынаны өшіреміз барлығын. Ең астына удалить деген картинаның суреті тұр. Соны басамыз. Мінекей барлығы өшті. Қайттан телефонға кіріп көреміз. 56-да 2 болып тұрған. Қазір обновление істеп қаға кіреміз. Міне 55-те 7-ге азайды. Яғни жаңағыға көрсетіп тұрған 400 бір нәрсе деген мегабайты азайды. Менде гигабайт көрсетіп тұрған басында. Сіздерде де солай көрсетуі мүмкін. Міне қараңыздар, тағы да поискке звездочканы өшіріп трэш деп жазып көреміз. Бізде тағы мусорлар шығарып көрсетер ме екен. Міне поискке жазсақ, міне ешқандай мусор жоқ, қалмады. Барлығын өшіріп тастадық. Ал тағы бір файлдарды тексеру жолы Total Commanderға тағы да кіреміз. Внутреннийге кіріп, поискке тура жаңағыдай звездочканы өшіресіздер де ағылшыншалап exo сөзін жазасыздар. Және поискке басасыздар. Қазір бізге тура жаңағыдай керек емес файлдардың барлығын тізімін шығарып отырады. Міне қарасаңыздар, бұл жерде ВКонтакте деп файлдардың атында бас жағында жазылып тұр. Бұл основном әлеуметтік желілердегі немесе YouTube'тағы сіз бір видеоны көресіз, ол өз кезегінде интернет арқылы тартылып, жаңағы айтқанда кішкентай ғана миниатюралары файл ретінде телефонда сақталып қалып кетеді. Міне солардың жиынтығы осы жерде шығып отыр. Міне 68-125 килобайттан осылардың барлығы жиналып, өзінің деңгейінде бір памятті алып отырады. Біз қазір дәл осылай іздедік. Бұл тек қана Android 8-9, 10
версияларына ғана қатысты. Менің телефоным Android 10 версия, менен осылай шығып тұр. Ал Android 11 версияларында бұлай бірден жазсаңыздар шықпайды. Оны қалай шығару керек? Ол үшін мына файлдардың арасынан Android деген папканы тауып аласыздар. Соның ішіне кіріп, data деген папкаға кіріп, поиск деген жеріне тура жаңағыдай exo деп жазылады. Бұл тек Android 11 версияларына ғана арналған. Мінекей тура жаңағыдай папкалардың тізімін шығарып береді. Ал енді соңғы үшінші тексеру жолымыз памятті азайтатын. Осы жерге поиск деген жерге кэш деп ағылшынша сөзін жазамыз. Яғни кэш памяттарды тазалау деген. Оны приложенияның әрбіріне біртіндеп кіріп, жаңағыдай данный свойствосына кіріп тазалап шықсаңыздар болады. Мен оны алдыңғы видеода да айтып өткен болатынмын. Кэш деген ағылшыншалап жаздық. Осы жерге поискті басамыз. Бұл жазуда тура жаңағыдай тек қана Android 9, 8 немесе 10 версиялардағыларны сразу жазсаңыздар шыға береді. Ал егер 11 версия болса, жаңағыдай Android папкасына кіріп, сол жерден data деген папкаға кіріп, сол жерден тура осылай кэш деп жазып шығарып аласыздар. Мінекей қарап отырсаңыздар, менде жалпы саны 230 папка файлдар шығып отыр. Қазір біз бұлардың барлық общий данныйын көрейік. Барлығына выделить етіп, осы жерден свойствосына кіреміз. Мінекей қалай көбейіп жатқандарын көрдіңіз бе? Кэштің өзі, бұл кэштің өзі де әр приложенияларда, основном приложенияларда жиналып қалады. Бұл кэш деген нәрсе 3-9 гигабайт память болып тұр екен. Біз қазір осыны өшіріп көреміз. Одан алдын жаңағы настройкаға кіріп, памятімізді бір тексеріп көрейік. Міне 56-да 6 гигабайт болып тұр екен. Енді мынаны өшіріп көреміз қазір. Барлығын удалить етеміз. Мінекей достар, ең соңына жетем дегенше бір 5 минуттай уақыт кетіп қалды қазір. Мінекей біразы өшті. Қазір памятті тексеріп өтейік. Міне 56-да 6 болып тұрған. Қазір қайттан обновление істеп кіреміз. Міне қараңыздар, 52-де 9 гигабайтқа азайды. Мінекей достар, осылай тазартып шықсаңыздар болады. Памяттің көріп отырғандарыңыздай біраз памяттар азайды. Мен алдында айтып өткендей біразын тазалап өткенмін. Сіздерде 10 гигабайт немесе 15 гигабайтқа дейін азайып қалуы мүмкін осы керексіз файлдарды өшіргеннен кейін. Ал достар, видео пайдалы болып жатса лайк басыңыздар, каналға тіркеле кетіңіздер. Әрине қолдау көрсетіңіздер жаңадан ашылған каналға.